Сәлем достар, менің атым Нұрсәуле және бүгіннен бастап мен сіздерге IELTS емтиханынан жоғары балл алып, өздеріңіз армандаған оқу орнына түсуге көмектесемін. Ал егер сіздер мені тыңдауға дайын болсаңыздар, ендеше бастайық. IELTS дегеніміз не, оның қандай түрлері бар, ол неше кезеңнен тұрады деген секілді сұрақтар сіздерді мазалап жүргенін мен жақсы білемін. Бірақ сіздер еш уайымдамаңыздар, себебі мен бүгін сіздерге барлығын толықтай түсіндіріп беремін. IELTS-тің академик және general деген екі түрі бар. Академик IELTS ол жоғары оқу орнына түсуге арналған IELTS түрі болса, general IELTS ол ағылшын тілді мемлекетке көшіп баруға арналған IELTS-тың түрі болып табылады. Екі тестте де speaking және listening бөлімдері ұқсас болғанымен, writing және reading бөлімдерінің айырмашылықтары бар. Сол себепті достар, ғаламтордан қосымша мәлімет іздеген кезде барынша мұқият болыңыздар. Себебі сіздердің ақпараттарыңыздың барлығы академик IELTS-қа қатысты болуы керек. Өздеріңіз білетіндей, IELTS 4 кезеңнен тұрады. Эссе жазу, оқылым, аудио тыңдау және де сөйлеу деңгейі. Эссе жазу, оқылым, тыңдалым оның барлығы бір күнде бір уақытта өтеді. Ал сөйлеу деңгейі, яғни спикингті, емтихан алушылар сол аптаның ішінде, яғни IELTS емтихан тапсырған аптаның ішінде тексереді, немесе сол райтингпен бірге, бірақ бірнеше сағаттан кейін тексеру мүмкін. Reading ұзақтығы 1 сағат және де сіздерге 3 мәтін беріледі. Осы 3 мәтін бойынша 40 сұраққа жауап берулеріңіз қажет. Әр мәтін шамамен 13-14 сұрақтан тұрады. Және де осы уақыт аясында сіздер дұрыс жауаптарыңызды жауап парақшасына көшіріп үлгерулеріңіз қажет. Есте сақтаңыздар, сіздерге reading бөлімінде ешқандай қосымша уақыт берілмейді. Сондықтан жауап парағына жауаптарыңызды жазып үлгеріңіздер, әйтпесе балдарыңыз 0 болады. Writing ұзақтығы 1 сағат және сіздерге 2 тапсырма беріледі, яғни task 1 және task 2. Task 1-да сіздерге берілген диаграмма немесе кестені 150 сөзбен суреттеп берулеріңіз қажет. Ал екінші тапсырма, яғни task 2, онда берілген тақырып бойынша 250 сөзден тұратын эссе жазу. Listening ұзақтығы 30 минут және сіздер аудиоматериал тыңдап, берілген сұрақтарға жауап жазуларыңыз қажет. Және осы 30 минутқа қосымша 10 минут уақыт беріледі. Ол дегеніміз сіздер дұрыс жауаптарыңызды жауап парақшаларына көшіріп алуларыңыз үшін қажет. Спикингтің ұзақтығы 15 минут және ол 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде сіздерге өзіңіз жайлы, өзіңіздің хоббиіңіз жайлы немесе ағылшын тілін үйрену секілді сұрақтар қойылады. Ал екінші кезекте сіздерге тақырыбымен қоса карточка беріледі. Сіздер оған 1 минут бойы дайындалып, 2 минут бойы тоқтамай жауап берулеріңіз қажет. Ал үшінші кезеңде сіздерге жалпылама сұрақтар қойылады, немесе екінші кезеңдегідей сұрақтар қойылуы мүмкін. IELTS-ті бағалау жүйесі 0-ден 9-ға дейін. Университет бакалавриатына түсу үшін сіздерге шамамен 6-6,5 балл қажет. Ал магистратура мен докторантураға түсудің орташа баллы ол 6,5 және 7. Сіздерге керек баллды анықтау үшін сіздер әрдайым университет сайтына кіріп біле аласыздар. Ол дегеніміз сіздер мақсаттарыңызды айқындауға қажет. Міне достар, IELTS емтиханы шамамен осылай тапсырылады. Сіздерге мүмкін қорқынышты шығар, бірақ сіздер еш уайымдамаңыздар, себебі осы курстың соңына қарай сіздер не істеу керектігін, сұрақтарға қалай жауап беру керектігін барлығын толықтай үйренетін боласыздар. Ал келесі видеода мен сіздерге IELTS емтиханына дайындық кезеңін қалай тиімді жоспарлау керектігін айтатын боламын. Ендеше мен тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі эфирде кездескенше.